Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұршахар. Бүгін сіздерге трикотажный жіптен тоқылатын хит сумканы тоқып үйретемін. Сабағымызды бастамас бұрын арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Олай болса, жұмысымызды бастаймыз. Бізге керекті құрал жіп және де крючок. Крючок менде номер неше екені білмеймін, өйткені ең бірінші упаковкамен алған кезде сыртында жазылып тұрады, мен сыртын жоғалтып алдым. Содан кейін осындай крючоктар осылай дара болып қалып қойды. 4-6 сондай крючоктармен тоқуға болады. Және де қайшы. Ең алдымен достар, өстіп жібімізді ширатып аламыз. Содан кейін осылай екі қолымызбен осылай тартып шығамыз. Дәл осылай тартып алдын ала орап дайындап алсаңыздар да болады. Болмаса осылай мен сияқты тартып отырып тоқысаңыздар да болады. Ең алдымен достар, тоқуды білеміз ғой. Тоқуды білмесеңіздер, мен сіздерге описание бөліміне тоқуды нөлден бастап үйрену сабағын тастап кетемін. Сол жерден қарап үйреніп алсаңыз болады. Мен ілмек жасадым. Енді біз 16 ілмек жасаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Енді осы тоқығымызды осылай тартамыз. Енді достар, мына жұмысымызды айналдырамыз. Көрдіңіз ғой? Мына жерде бір көз тастаймыз да, келесі көзден бастап тоқимыз. Тоқып, столбик без накид тоқимыз. Одан кейін келесі көзге де дәл солай столбик без накид тоқимыз. Одан кейін бір воздушный петля. Одан кейін бір көз тастаймыз да, келесі көзге тағы да столбик без накид. Одан кейін воздушный петля. Бір көз тастап, келесі көзге тағы да столбик без накида. Тағы воздушный петля. Бір көз тастап, келесі көзге столбик без накид. Воздушный петля. Бір көз тастаймыз, келесі көзге столбик без накида. Воздушный петля. Бір көз тастап, келесі көзге столбик без накид. Тағы да бір көз, бір воздушный ілеміз. Бір көз тастаймыз да, келесіге столбик без накид тоқимыз. Міне, келесіге де столбик без накид тоқимыз. Дәл солай. Ең соңғысына да. Осылай тоқпай тартамыз. Енді қараңыз, міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осындай 6 өрнек шығу керек. Көрдіңіздер, ona екеуден кейін бір өрнек, біреуден кейін екінші өрнек, үшеуден кейін, біреуден кейін үшінші өрнек, біреуден кейін төртінші өрнек, біреуден кейін бесінші, біреуден кейін алтыншы өрнек. Содан кейін қайтадан 2 столбик без накид. Одан кейін міне тағы да бір воздушка көтереміз да. Міне жұмысымызды былай айналдырамыз. Енді осы жерді қараңыздар достар. Мен мына жерге наны қараңыз. Бірді тастаймын да. Мен наны тастап. Бірінші көз тастаймын да, екіншіне
столбик без накид жасаймын. Одан кейін қараңыздар, крючокқа жіпті ілемді. Мынау тұрған бірінші, мынау тұрған бірінші тұрғын. Содан іліп, шығарам қайттан. Крючокқа қайттан жіпті ілемін. Дәл сол тесіктен барып тағы да іліп, ілемінді шығарам. Тағы да ілемін. Тағы да сол тесіктен бетке шығарамды, ілемінді, қайттан сол беттен шығарам. Неке, көрдіңіз ғой? Іліп шығарғанда осылай болды. Енді крючокқа жіпті іліп, общий бәрінен осылай шығарып келемді. Ең соңғы, ең бірінші петляны қасына шығарам. Содан кейін осы екеуін тағы да жіпке ілмектіріп, крючокқа ілмектіріп шығарам. Осылай болды. Енді қараңыз. Біз енді қараңыз. Мынау тұрған өрнек бар ғой. Сол өрнектің ішіне столбик без накид шығарамыз. Міне, сол кезде осындай болады. Енді крючокқа жіпті іліп, дәл жаңағыдай, қараңыз. Сол өрнектің асты өзі ашық болып көрініп тұрады. Сол жерге барасты. 1 2 тағы ілеміз. 3 шығардым. Өстіп айналып кетеді достар, сол кезде осылай түзетіп шығарыңыздар. Үшеу шығардым. Енді крючокқа жіпті ілемді. Барлығынан шығарып кеп, мына соңынан бір шығарам. Сосын тағы без накид жасаймын. Көрдіңіз ғой? Тағы да бір ілмек жасаймын. Енді мынау тұрған ілмек жасадық қой. Енді келесі өрнектің ішіне дәл осылай жаңадай столбик без накид тоқимын. Столбик без накид тоқыдым. Енді ілмекті іліп, мынау тұрған өрнектің астында мына жерде тесік болады. Соған столбик с накидін жасаймыз. 1 толық без бірақ. 2 3 жасадым. Енді крючокқа жіпті ілеміз да, шығарамыз да, міне, 1 шығардық, 2 шығардық. Сонда бізде мынандай өрнек болды. Дәл осындай өрнекті соңына дейін тоқимыз. Неке достар, мен тоқып болдым. Соңына дейін енді біз екінші қатар тоқимыз. Ол үшін достар, міне, бір воздушка жасаймыз. Содан кейін біріншіге столбик без накид жасаймыз. Енді мынау тұрған ең бірінші әуелде бірінші қатарда жасаған өрнегіміздің ұшына тағы да 3 столбик с накидін жасаймыз. Толық емес 3 столбик с накидін.
қыламыз, шығарамыз. Енді осының үшеу полностью бәрінен шығарамыз да. Соңғы екеуінен шығарған жоқпыз. Соңғы екеуінен міне тағы да шығарамыз. Одан кейін мына бір көз тастаймыз да, екінші көзге столбик без накид жасаймыз. Содан кейін тағы да шіптік крючокқа ілеміз да, 1 2 3 жасаймыз. Содан кейін барлығынан алдынан 1 шығарамыз, содан 2 шығарып, осылай өрнек жасаймыз. Көрдіңіздер ғой, ә? Дәл сол сияқты мына жерде бір көз тастаймыз. Мына көзге столбик без накид жасаймыз. Одан кейін тағы да 1 кейін 2 одан кейін 3 жасаймыз да, крючоктарды общий полностью шығарып алдыдағы жетем дегенше тағы да бір шығарамыз. Мінекей, тап осылайынан достар. Көрдіңіздер ғой, мына жерден 1 2 3 4 5 6 7 8. Дәл осы 8-ді қайталап, міне мынау екеуі бір болып есептеле ма? Дәл осыны 10 тоқимыз, 10 қатар қылып. Мінекей достар, мен тоқып болдым. Тоқып болғаннан кейін осылай дүзейтіп, тартып, сөйтіп жіберерсіздер. Менде осылай болып шықты. Мінекей, осылай болып шықты. Енді достар, қараңыздар. Біз да бұрышына келдік қой. Сол кезде достар, бұны қиып тастамайсыздар. Міне, осылай келесіздер да, бір воздушный жасайсыздар. Мына жерге тағы бір воздушный жасайсыздар. Одан кейін қараңыз, мына ортасына келіп, ортасына келгенде, көрдіңіз ғой, мынанында емес, ортасында. Ортасына келгенде осы жерге столбик без накид жасаймыз. Міне 1 2 тағы да 3. Осылай 3 столбик без накид жасадық. Енді мына жерге, мына ортасына тағы бір столбик без накид жасаймыз. 1. Одан кейін мынау дәл ортасына тағы да 3 столбик без накид жасаймыз. 1 2 3 столбик жасадым. Енді мына жерге тағы да бір столбик без накид. Дәл осылайынан достар, мына бұрышқа дейін тоқимыз. Мінекей достар, мен общий тоқып болдым. Енді мына бұрышқа келгенде, мына жіпті жасырып отырып, мына жерлерге столбик без накид тоқып шығамыз. Ескертетін жағдай, достар, мына басы мен, мына басы мен
мына жағы екі жағы столбик без накидтері бірдей болу керек, сол үшін санап отырып тоқыңыздар, жарайды ма? Bu жақта да дәл солай столбик без накидпен осылай тоқып шығасыз. Дәл осылай тоқимыз. Және де дәл мына жағын тоқығандай, мына жағын тоқығандай қылып, мына жағын тоқып, мына бұрышқа дейін тоқимыз. Мінекей достар, біз осыны общий осылай біткеннен кейін, барлығын біткеннен кейін, енді біз жақтауын тоқимыз. Міне осындай қылып жақтауын тоқимыз. Бұны қалай тоқимыз? Міне қараңыздар. Ілмек жасап, ілмек ілеміз. 6 воздушный петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді жұмысымызды осылай бұрамыз да. Мынау екіншіден бастап, 6-шы емес, 5-шіден бастап столбик без накид тоқимыз. 1, 2, 3, 4, ең соңғы 5-шін осылай алып 5 тоқимыз. Одан кейін бір воздушный ілеміз да. Воздушный ілмей тұрып, бірінші ұшындағы бұрышын, ең ұшын осылай шығарып аламыз да. Содан кейін барып бір воздушный петля тоқимыз. Бір воздушный тоқып, одан кейін келесіден бастап кәдімгідей столбик без накид тоқимыз. Мінекей, мына жерден бастап 1, 2, 3. Дәл осылайнан тоқи береміз. Мінекей. Дәл осылай тоқимыз. Міне мынандай. Пар-пармен тоққан кезде 5 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5. Общий 10 қатар тоқимыз. Мінекей мен тоқып болдым. Енді осы жерден накид жасаймыз да. Қайшымен қиып тастаймыз. Мінекей. Екеуі де бірдей болды. Міне осынан жақтауына осылай орнатамыз. Оны қалай орнатамыз? Оң терісін өздеріңіз бүйтіп әдем жағын оң қылыңыздар да. Өздеріңізге ұнамаған жағын терісі қылып алып тоқыңыздар. Мінекей біз ең бірінші қараңыз. Ең бірінші басын мына жерден бастаймыз. Осылай тоқимыз. Және де айта кетерлік жайт, только ішкі жақ, кешіріңіздер, ішкі жағындағы ішкі жіппен ғана тоқимыз.
осылай шығарып аламыз да. Осылай тоқи береміз. Енді мынау теріс ұстап тұр екенмін. Қараңыз. Осылай аламыз да. Осылай шығарамыз да. Мынаны тоқу барысында жасырамыз. Тоқу барысында жасырып кетеміз ұшын. Осылай әр петляға қалдырмай, тастамай тоқимыз. Осылай накид жасап, накидпен или столбик без накидпен өздеріңіз қалауларыңыз бойынша осылайынан мына жерге дейін тоқып аламыз. Мен тоқып болдым. Дәл осылай болып шығады. Енді осы жерден мына жіпті жасыра отырып, мына қабырғасын тоқимыз. Дәл жаңағыдай ішкі жақтауын дәл осылай алып, мынадан осылай әкеліп тоқып, мынадан былай қарай тоқимыз. Общий мына жерге дейін тоқып аламыз. Достар, мен мына жағын бітіріп алып келдім да, жіпті накид жасап қиып, ұшын жасырып жібердім. Бізде міне осылай шықты. Енді келесі бетін дәл солайынан мынаумен бірдей қылып, екі жағын өлшеп, дәл сол тұсқа әкеліп, соған дейін қылып келтіріп, мына жақтауды тоқимыз. Мінекей достар, мен екі жағында осылайынан тоқып алдым, біріктіріп. Өздеріңіз осылай тоқып болғаннан кейін көріңіздер, былай сәйкес келе ма деп. Менде дәл екі жағы бірдей болып шықты. Екі жағын өлшеп тоқығаннан кейін бірдей болып шықты. Енді достар, қараңыздар, менікіндей мына жерге сумканың сепін тағатын, сепочка қадайтын осындай жақтау құрамыз. Кей сепочканы, осындай кей жақтауларда жай ғана өстіп бір жағын басып кіргізе салатын түрі де бар. Ол домалақ болып келеді көбінесе, және де мынандай түрі де бар. Бұл бізде ондай не емес, ашылмайды. Ашылмағандықтан мен мына жерге жіптен кішкене осындай
ұзынырақ қылып аламыз да. Қайшымен қиып, содан кейін әрлі-берлі өткізіп, крючокпен осылай қатты қылып, әрлі-берлі өткізіп, түйін жасаймыз да. Солайынан жерге бір не істейміз, қадаймыз. Ол үшін басынан, міне қараңыздар, басынан жіпті өткізіп аламыз. Бүйтіп жіпті өткізіп аламыз да. Соған осылай өткізіп, бетке өткіземіз. Осылай қоямыз да. Енді крючокпен мына бетінен, қарсы бетінен іліп шығарамыз. Одан кейін тағы қайтадан осы беттен өткіземіз. Енді келесін осы беттен дәл осылай. Енді келесі көзге кіргізіп, екінші бір ұшын міндетті түрде ұстап отырыңыздар, өйткені біз тартып, нығыздап, тығыз болу үшін тартқан кезде шығып кетуі мүмкін. Дәл осылай, мына жағынан осылайынан 5 рет өткізсеңіз болады. Кейін өткізіп болдым, енді екі жағын қаттырақ тартамыз да. Осы жерден түйін жасаймыз. 2 рет түйін жасап, ұшын қиып тастаймыз. Міндетті түрде мынау қалған жіптің ұшын жасырып кетеміз. Сонымен бізде осындай екі жақтау дайын болды. Енді достар, біз осындай басына қадайтын кнопканы қадаймыз. Оны қалай қадаймыз? Мінекей. Аны бірінші. Açamız da.
не дәл ортасын қараңыз. 1 2 3 4 5 6 7. Мынау мен 8, иә? Мына жердегі дұрыс көрінбей қалыпты. Осы жердегі мен 8. Не 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. Енді біз 2 4-тің ортасына дәл қадаймыз. Осылай кіргіземіз да. Біреу алыну керек, тұра тұрыңыздаршы. Мінекей достар, мен алдым. Енді қараңыз, мынаны осылай ашамыз да. Осылай өзіміз ашамыз қолмен. 1 2 3 4, 4-тің ортасына кіргіземіз міне. Осылай астына қатты нығыздап, тістерін осылай келтіреміз да. Содан кейін қаттырақ міне. Кешіріңіздер. Мінекей мына тістерін келтіру үшін осылайша. Осылай қайшымен кіргізіп. Көрдіңіздер ғой. Осылай кіргізесіздер да. Қаттырақ міне басасыздар. Бар күштеріңізбен басып, қайшында екі жағымен осылай басып жіберсеңіз болады. Мінекей бұл болды. Енді осылай қаттырақ бекітіп, осылай бекітеміз міне. Алғанда жұлынып қалмау керек. Мен мынаны әлде де қаттырақ басамын. Сіздер де дәл солай қаттырақ басыңыздар. Енді достар, қараңыздар. Дәл осылай екі жағын басамыз да. Осылай бүктеген кезде мына жер қай жерге барады? Жаңа біз 4-ден кейін салдық қой. 2-4-тің ортасын салдық. Дәл солайынан мынаны осылай дәл осы жерге қадаймыз. Ол үшін өзіміздің қолымыз тұрған жерден міне екі кертікті 2-4-тің ортасына қоямыз да. Ішкі жақ бетінен шығарамыз. Мінекей бір бас мынау тұр, бір бас мынау тұр. Енді мына тұрған бекітпені қойып, қаттырақ итеріп, бұны да дәл солай бекітеміз. Мінекей достар, мен кнопкасын қададым. Енді достар, біз андай цепочкасын дәл осылай салсаңыздар да болады, ие болмаса. Ие болмаса, әрлі-берлі өткізіп, бұны да дәл жаңағыдай. Дәл жаңағыдай осылай. Былай емес, түзу ұстаймыз да осылайынан. Осылай қолмен әрлі-берлі өткізіп шығамыз.
соңына дейін дәл осылайынан өткізіп шығамыз. Мінекей достар, мен полностью толық өткізіп болдым. Енді басына осылай қадаймыз. Мына басын арасына осылай жасырып жібереміз. Жасырып кетеміз. Мінекей, осымен сумкамыз дайын болды. Және де достар, если сіз осыны қолыңызға ұстап жүретін, кешіріңіздер, қолыңызға ұстап жүретін ручка жасағыңыз келсе, мен келесі сабақта міндетті түрде қолына ручканы отдельно түсіремін, өйткені YouTube арнасына жүктеу өте қиын. Сол үшін де мен екі бөліп жүктейтін болдым. Бұл ручканы келесі сабақта көрсетемін. Арнамнан алыстамай қоңыраушаны басып қойыңыз, тіркеліп алыңыз. Содан кейін осы сумканың ручкасын тоқуды бірінші болып көресіз. Мінекей, бізде сумканың іші осылай болып шықты. Осылай қопқамен жақтаулары осындай. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.